Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге мен Бауыржан және матемент каналы. Бүгін біз 2015 жылғы тест жинағының бірінші нұсқасын шешеміз. 23 есеп. Интегралды есептеңіз. Тангенс квадрат x-тің алғашқысын табу үшін біз тригонометриялық мынандай формуланы еске түсірейік. 1 плюс тангенс квадрат x бізде 1 бөлінген косинус квадрат x-қа тең. Осы жерден тангенс квадрат x-ті табатын болсақ, бұл бізде 1 бөлінген косинус квадрат x азайтылған 1-ге тең. Яғни қазір тангенс квадрат x-тің орнына осыны жазайық. 1 бөлінген косинус квадрат x азайтылған 1 dx. Енді интегралды есептей берсек болады. 1 бөлінген косинус квадрат x-тің алғашқысы бізде тангенс x болады. Минус 1-дің алғашқысы бізде x 0-ден 4-тен π аралығына дейін. Енді тангенс 4-тен π азайтылған 4-тен π азайтылған тангенс 0 қосылған 0. Сонда бізде тангенс 4-тен π-дағы мәні бізде 1-ге тең. Азайтылған 4-тен π, тангенс 0 градустағы мәні 0-ге тең. Сонда 1 минус 4-тен π. Бұл бізде д нұсқасы. Үшбұрышты дұрыс пирамида шарға іштей сызылған. Пирамиданың табанының қабырғасы 6, биіктігі 8. Шардың радиусын табыңыз. Яғни бізде табанның қабырғасы 6 болатын. Табаны бізде дұрыс үшбұрыш. Биіктігі бізде 8-ге тең. Шардың радиусын табыңыз. R шар тең болады сұрақ. Ол үшін бізде мынандай бір формуланы пайдаланамыз. L квадрат тең болады 2R шар көбейтілген H. L деп отырғанымыз бізде бүйір қыры. Осы жерден R шарды табайық. R шар бізде L квадрат бөлінген 2H-қа тең. Бізге қазір бүйір қырының ұзындығын табу керек. Ол үшін табанына сырттай сызылған шеңбердің радиусы қажет. Табаны дұрыс үшбұрыш болғандықтан, табанына сырттай сызылған шеңбердің радиусы бізде А түбірасты 3 бөлінген 3-ге тең. Табаны бізде 6, түбірасты 3 бөлінген 3, сонда 2 түбірасты 3-ге тең. Мына жер бізде 2 түбірасты 3-ге тең. Мына бір үшбұрышты қарастырайық. Бұл үшбұрыш бізде тік бұрышты үшбұрыш болғандықтан Пифагор теоремасын пайдаланайық. Катеттердің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең. Яғни L квадрат бізде гипотенуза. Бұл тең болады 8-дің квадраты 64 қосылған 2 түбірасты 3-дің квадраты бізде 4-12. Сонда 76-ға тең. L квадрат бізде 76-ға тең екен. Енді R шарды табайық. R шар бізде тең болады L квадрат бөлінген 2H. Яғни 76 бөлінген 2 көбейтілген биіктігі бізде 8-ге тең. 76-ны 2-ге бөлсек 38 болады. 38-ді 8-ге бөлсек бізде 4,8-ден 6. Яғни бұл бізде 4,4-ден 3-ге тең. 4,4-ден 3-ті ондық бөлшекке айналдыратын болсақ 4,100-ден 75. Бұл бізде Е нұсқасы. Ертас 100 және 20 теңгелерді қағаз бетіне қойып айналдыра сызып шыққанда екі шеңбер пайда болды. Үлкен шеңбердің ұзындығы 24 π, кіші және үлкен шеңберлердің радиустарының қатынастары 3-тің 4-ке қатынасындай. 20 теңгенің радиусы нешеге тең? Яғни 100 теңгені айналдырды және 20 теңгені айналдырды. Үлкен шеңбердің ұзындығы 24 пиға тең.
кіші және үлкен шеңбердің радиустарының қатынасы 3-тің 4-ке қатынасындай. Яғни, мынау бізде кіші шеңбердің радиусы, мынау бізде үлкен шеңбердің радиусы. Кіші және мынау бізде R2 болады, мынау бізде R1 болады. R2-нің R1-ге қатынасы 3-тің 4-ке қатынасындай. 20 теңгенің радиусы нешеге тең, яғни R2-ні табуымыз керек. Шеңбердің ұзындығының формуласы бізде 2πr. 2πr1 болады. Сонда осы жерден R1-ді табатын болсақ, 24-ті 2-ке бөлсем, 12-ке тең. Енді R2 бөлінген, R1-дің орнына 12-ні қояйық. Сонда R2 бізде тең болады. 12 көбейтілген 3 бөлінген 4-ке. 12 мен 4 қысқарады. 3-ті 3-ке көбейтсем 9-ға тең. Яғни R2 бізде 9-ға тең. Бұл D нұсқасы.